кез келген мемлекет әскерімен айбынды, азат еліміздің құрыш қуатына айналған айбынды әскердің абыройын арқалаған бірегей білім ошағы, халық қаһарманы армия генералы Сағадат Тұрмағанбетов атындағы құрлық әскерлері әскери институты болып табылады. Әскери институттың тарихы 1970 жылы құрылған Конев атындағы Алматы жоғарғы жалпы әскери командалық училищесінен бастау алады. 2020 жылдың 11 қыркүйектегі үкімет қаулысымен құрлық әскерлері әскери институтына Сағадат Тұрмағанбетовтың аты берілді. Институт түлектері әскери қақтығыстарда интернационалдық борышын өтеген үшін үкіметтік және әскери наградалармен марапатталды. Оқу орны құрылғаннан бері ең жоғары дәрежелі марапатқа ие болған халық қаһарманы Ертаев Бақытжан Ертайұлы. Кеңес одағының батыр атағы 3 түлегіне берілген. Болашақ офицерлер институтта 4 жыл оқиды. Оқу кезінде курсанттар 3 рет тегін тамақпен, ақшалай шәкіртақымен қамтылды. Заттай киім-кешекпен және мүлікпен, медициналық қамтамасыз етумен, қажетті оқу әдебиетімен қамтамасыз етіледі. Институтта әскери мамандарды дайындауға барлық жағдай жасалған. Демалыс мәдениет үйі, спорт кешені, медициналық пункт, кітапханалар, асхана, далалық оқу орталығы бар. Жыл сайын барлық емтихандар мен сынақтарды сәтті тапсырған курсанттарға жазда 30 тәулікке дейін, қыста 15 тәулікке дейін демалыс беріледі. Демалыс уақытында курсанттарға республика бойынша жол жүру тегін. Әскери институт жоғары әскери кәсіпқой білім беру бағдарламасы бойынша офицер кадрларды 15 мамандық бойынша дайындайды. Олар мотатқыштар бөлімшелерін басқару, танк бөлімшелерін басқару, зымыран әскерлері мен артиллерияны басқару, инженерлік қамтамасыз ету, десанттық шабуылдау бөлімшелерін басқару, барлау бөлімшелерін басқару, техникалық қамтамасыз ету, зымыран артиллериялық қызметті басқару, азық-түлікпен қамтамасыз ету, киім-кешекпен қамтамасыз ету, жаңар-жағармай қамтамасыз ету, тәрбие және идеологиялық жұмыстарды ұйымдастыру, психологиялық жұмыстарды ұйымдастыру, радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау әскерлері, әскери істегі дене даярлығы және спорт. Бүгінгі күні Қазақстан армиясының әскери қызметшілерінің әлеуметтік жағдайын жоғарғы деңгейде. Оқуды тәмамдағаннан кейін жас офицерлер 100% жұмыспен қамтамасыз етіледі. Тегін киім-кешекпен, тұрғын үймен, тегін медициналық жәрдеммен, әрдайым тұрақты табыспен қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар, офицерлердің мәнсаптық өсуі және кәсіби тұрғыда дамуы мүмкіндігі әрқашан